Бізде қар әлі еремеді. Дала бірақ бүгін 5 градус жылы. Так что қатты суық емес. Минус экзамен. Білмеймін, мен нешінші күнді түсіріп жатырмын. Блог бастағаннан алдын да түсіріп жатқан едім. Сол үшін кішкене түсініксіз болып қалуы мүмкін. Блогты 2-ге бөлетін болып шештім. Қайтадан дайындалайын деп жатырмын. Білмеймін неге, бірақ французскийді жаттау маған қиын болып жатыр. Менде ғана ма? По-моему, көп студенттерде экзамен, рубежка қандай не болмасын басталатында бүкіл зат істегенге кетеді. Только экзаменге дайындалған келмейді. Тамақ жасағым келіп кетеді, бір нәрсе пісіргім келеді. Сағат 7-ден 20 кетті. Орасы. Мен қалай күшті болғалы сағат 9-да экзамен болса, білмеймін. Короче, қар бекер жаумапты. Жақсы знак болды. Прям көзіме кіріп жатыр. Қараңдар, қандай қар. Şu қатты. Енді бізде мен уже бүгін бізде суббота, мен английский тапсырып келдім. Енді тек бір ғана экзамен қалды, но қазір ол жайлы емес. Мен қазір распаковка жасайтын боламын. Неге десеңіздер, маған менде нормальный штатив болады. Айнаты бар екен и лампа. Обзор күшті лампа. Или былай, или былай. Қар күшті отыр. Микама қалды. И моғаннан қазақшасы. Біз Новый год қазыттар іздеп жатырмыз. Типа азыта. Андай манекен. Полностью. Ayağım olmayarak komplekte. Жарым екен. Шеше чыгып қойсын, жанып тұрды деймін. Ja. Mitte. қайда қоясың? Не мынау? Мына қара. Не істейтінін білмеймін. О, салфетки. Я вот футболки можно купить. Либо нам можно купить. А ну лучше, кажется. Ну, Ну ладно. Не надо сдерживаться. Давай асыл лучше.
Мынау ма? Мен... А, неге розовый емес? Неге мынау емес? Давай осы. Иә? Мгм. Elsie Holmberg. Неме? Бәк деген не болды? Мына жерде ұйықтай салу керек маған. Бәк. Мен бәкті бәк емес, B-A-K-C-K деп оқы. Короче, бүгін бізде 27 алаға шықтық. Оформление көру үшін. Но енді Алматы Гирляндан аямапты. Вот. 있어요.